Мұхтар Әуезов, Көксерек повесі. Қара адырдың қарағанды сайы елсіз, айналада қабат-қабат шұбар адырлар. Жақын төбелердің барлығын аласа боз қараған, тобылғы басқан. Сай бойында май айының салқын лебі еседі. Бастары көгеріп, бүрленіп, қалған қалың қараған жел лебімен сыбдыр-сыбдыр қағып, теңселіп, ырғалып қояды. Маңайдан жуалардың, жас шөптердің иісі шығады. Ұзын кен өлкені қаптай басқан қарағанның ортасында терең құржар бар. Соның бас жағында итмұрынды қалың жыныстың арасында қасқыр іні бар. Жақын елге мәлім ескі ін. Жазғы салынан бері оны екі қасқыр келіп мекен етті. Бұрын итмұрын жанындағы кішкентай аланда кендігі кісі сыйғандай үш үлкен ін болатын. Биыл жас топырағы дөңкейіп, тағы бір ін шыққан. Барлықтарының ауданы бір, жер астынан қатынасы бар.